Бәріңізге сәлем. Бүгін спагетти с мясом істейтін боламыз. Бірінші етімізді жұқалап кесіп алатын боламыз барлығын. Бір 200-300 граммдай ет. Осылай дайындап алып, майымызды қыздырып, етімізді саламыз. Және де қуырып аламыз. Одан соң пиязымызды дайындап аламыз. Етіміздің үстіне салып, бірге қуырамыз. Одан соң сәбізімізді теркадан өткізіп, оны да салатын боламыз. Осылай салып алып, қуырамыз. Бұл қуырылып жатқан кезде болгар бұрышын алып, осылай жіңішкелеп турап аламыз. Одан соң помидорымызды алып, оны да майдалап тураймыз. Және де үстінен салып, бірге қуырамыз. Арасында тұзымызды салып қоямыз. Міне томатымды салып, бульон құйып жатырмын, немесе су құюға болады. Бетін жауып қайнатып аламыз. Міне қайнап етіміз пісті. Енді лапшамды пісіріп алдым мен. Енді оны салып, араластырып бере берсеңіздер болады. Негізі өте оңай тамақ. Жасап көріңіздер. Осылай әсемдеп, ыдысымызға салып береміз. Ас болсын. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.